Iya, бөлікші қыз Сабира. Сен өз қылмысыңды әлде мойындамадың. Мен ешқандай қылмыс жасаған жоқпын. Доға, сен біздің сынымызға әбден тиіп біт. Енді сен дейлермеңіз басқаша болады. Сен жанындағы жатақханадағы қыздарды үгіттеп, насихаттап, үкіметке қарсы шығардың. Ұлтшылық ашық ел арасында бұзақылық жасадың. Сендейлерді алшақтай ғана қоймай, көзін құрту қажет. Мен тағы да айтам, мен ешқандай қылмыс жасаған жоқпын. Қазақтың басшысы қазақ болсын деген сендер үшін қылмыс ба? Алаңға жиналғандардың бар талабы осы ғана. Бізге өз басшымыз керек. Дегенмен біз деген кімдер? Сенің жанында кімдер болды? Сол жанындағы 5 жолдасын фамилиясын ақ қағазға толтырып қол қойып берсең, біз сені бостандыққа жібереміз. Мен алаңға жиналғандарды білмеймін. Біреулер келіп, біреулер кетіп жатырды. Ей, сенімен тәжікелесіп отыратын уақытым жоқ. Әйтпесе не? Әйтпесе сені жанындағы жолдастарына отанын, елін сатып бөлек шығарды деген айып жана саламыз. Бұл менің қолымнан келеді. Ойлан, Сабира, ойлан. Ойланатын түгі де жоқ. Мен айтарымды айттым. Аққа күйі жұқпайды. Күндердің бір күні сендердің жапқан жалаларынан тарихтың өзі ақтап алатын болады. Қазағымның билігі өз қолына жететініне мен сенемін. Тек сол күнге жетсем болғаны. Ей, сен осы әрекетімен жанындағы жолдастарын оқудан шығуына әрекет жасап жатырсың. Сенің жолдастарын оқудан шығып отыр. Так что ойлан, Сабира. Мен қайтып келгенше ойлан, Сабира. Ойлан. Қайран қазағым-ай, расымен күнің сөніп барады ма? Өр рухты намысым деп, кеудесіне ешкімге таптатпаған Кенесары, Қабанбай батырымыздың ұрпағы шынымен болмағаны ма? Қазақтың болашағы деген жастарды бой көтертпесе, мен сияқты қыздарды түрмеге тоғытса, қазақтың болашағы не болады? Бұл қорлықтың соңы бар ма өзі? Ал мен жалған ақпаратқа қол қойсам, менің кім болғаным? Тығырықтан шығатын жол бар ма? Егер бұл жамандықтың барлығы менімен бітетін болса, сол құрбандық мен болайын. Все, отпускайте ее. Но объясните ей, что разговор еще не закончен. Ал енді, Сабира, сен боссың. Бірақ та бұл біткен жоқ әлде. Сенің атанан туған туысың бар дегендей. Ойлан, Сабира. Анашым, қалай жеттіңіз, денсаулығыңыз қалай? Қызым-ау, балапаным-ау, әбден жетіп кетіпсің. Мойыма саған ауылдағылар сәлем айтып жатыр. Анашым, енді мен 10-шы классқа қабылдай ма? Әрине қабылдайды. Сатқын деген сөз жақсы ма? Ол сөздің несі бар? Одан да ауыр сөздер бар. Анашым, өзіңіз мұғалім бола тұра бұның жай сөз емес екенін біліп тұрсыз ғой. Мені қалай жұбатып отырсыз? Жарайды, онда жүріңіз, кеттік. Класс жетекшіміз күтіп қалды. Сәлеметсіздер ме? Барлығымыз осы жерге жинаған сияқтымыз. Ендеше жиналысымызды бастайық. Сөзімізді сынып жетекші Шолпан Ахметовнаға береміз. Сабира, сен қыздар үшін жауап беремін деп едің ғой. Кәне, айтшы сонда. Мен арым таза. Мен ешқандай қылмыс жасаған жоқпын. Менің қызым сүткен жем, өзімнен де жаман сөз естіген емес. Солай болса, онда училищеде оқымауына директор жауап береді. Бұл жерде ұлтаралық араздықты қоздыру, жаппай тәртіпсіздікке қатысу айыбы тағылмақ. Енді сен бұл жерде оқымайсың. Сабира, қызым. Сабира, тұтта. Өтінем, оқуымыздан шығармаңыздаршы. Біз бұндайларды оқыта алмаймыз. Сенің қызың бүлікші. Сабира. Не болды, Сабира? Сабира, 5-ші этаждан секіріп кетті. Жоқ, Сабира. Қызым-ау, Сабира. Не істедің? Не жазығым бар? Өлтірді ғой, өлтірді. Мен сенің пәк күніндегі күлкінді сағындым. Сәбир, мен мынау меңіреу заманның мұл қалғанына не істедім?
қыл деп ел жұртты тәңірден менен сұрайын. Уа жаратқан Құдайым, тыныштық бер еліме. Ғұмыр берген жасыма, қартайғанда басыма.